Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен құрамы арзан, жасалуы оңай, өте дәмді маковый тортты пісіретін боламыз. Алдымен жұмыртқамызды миксерлейміз. Қантымызға ванилин қосып, ақырындап миксерлей отыра қантымызды қосамыз. Содан соң ертілген майымызды міндетті түрде суытып аламыз. Жұмыртқалы массамызға қосып, жақсылап миксерлейміз. Ендігі құрғақ заттарымызды қосамыз. Менде мұнда ұн, қопсытқыш, крахмал және мак. Ұнды міндетті түрде еліктен өткіземіз. Жақсылап массамыз біріккенше араластырамыз. Қамырымызды өлшеп алып, теңде 8 бөлікке бөлеміз. Менде шамамен 95 граммнан шықты. Осылай пергамент қағазын төсеп, форма немесе кольцо арқылы осылай жайғастырамыз. Кольцомызды алып, алдын ала қыздырылған пеште 170 градуста шамамен 7-8 минут пісіреміз. Мінекей осылай пісті, барлығын осылай пісіріп аламыз және әбден суытып, пергаментті осылай оңай аламыз. Енді кремін дайындауға кірісеміз. Ол үшін ыдысымызға қаймақ, сахарная пудра және варенка салып, барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Мінекей креміміз дайын. Енді тортымызды құруға кірісеміз. Кішкене ыдысымызға жағып аламыз, жылжып кетпеу үшін. Кремімізді де өлшеп аламыз. Барлығын осылай жағып шығамыз. Егер кольцо болса, кольцо арқылы құрастырсаңыз өте ыңғайлы болады. Тортымызды құрып болған соң, бетін жауып, тоңазытқышқа шамамен 1 сағатқа қоя тұрамыз. Мінекей 1 сағат өтті. Ендігі сыртын вафельная крошкамен әсемдесеңіз болады. Менде вафельная крошка болмағаннан кейін мен бір коврды осылай ұнтақтатып сыртын әсемдедім. Мінекей тортымыз дайын. Шамамен 1 сағаттан кейін ұсына берсеңіздер болады. Тортымыз өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.
Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кеттіңіздер. Және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын.